Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар. Көктұма қазақ орта мектебі, мектеп психологы Құсайын Ғайзада Құсайынқызы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ананың алақаны балаға айдынды қоңыз тренингке қош келдіңіздер. Психологиялық сабақ 2. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты отбасы тәрбиесіндегі ата-ананың балаға тәрбиелік ықпалын арттыру, бала тәрбиесіне көп көңіл бөлудің маңыздылығын дәлелдеу. Яғни, бүгін сіздермен өткізгелі тұрған тренингтің тақырыбы ананың алақаны балаға айдынды қоңыз деп аталады. Отбасы өмірді кемеліне келтіреді, бақыт әкеледі. Отбасы адам өмірінің тамаша шақтары жүзеге асатын, адамның ең басты шаттығы болып саналатын, баланы өсіп өмір сүретін орны. Дүниеге шыр етіп нәресте келгенде ғана отбасы толық отбасы болып саналады. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі демекші, жақсы жаман әдеттерді отбасыдан алады. Сіз ұлыңызды немесе қызыңызды тек қана өзіңіз ата-аналық қуанышыңыз үшін ғана дүниеге әкеліп тәрбиелеп жатқан жоқсыз ғой, солай ма? Сіздің отбасыңызда болашақ азамат, болашақ қайраткер, болашақ күрескер өсіп келеді. Сіз оны ешқашан ұмытпаңыз. Адамдық негізі ол әйел, ана отбасының ұйытқысы. Мен үшін өмірде кім қымбат? Яғни сіз үшін, балаңыз үшін кім қымбат? Сіз балаңызға сұрақ қойып көріңізші. Яғни қағаз беріп, мен сияқты сызба құрып, ақ параққа. Яғни өмірде сен үшін кім қымбат деп әртүрлі сұрақтар қойсаңыз, балаңыз сізге қалай жауап беретін осы сызба арқылы білуге болады. Яғни ананың мейірімі, ыстық жүрегі, жан жылуы, махаббаты, мейірімді көздері, күлкісі, аялы, алақаны қымбат деп сізге жауап береді. Бала деген сіз үшін кім? Бір сәтте жазып көріңізші, ақ парақ қағаз алып. Бала деген кім? Бала сіз үшін не істей алады? Ал сіз бала үшін не істей аласыз? Дәл осы қағаздағыдай, мен көрсеткен суреттегідей ақ парақты алып жазып көріңізші, бала деген кім? Бала сіз үшін кім екенін қане көрейікші. Бала ол сіздің болашағыңыз, асыраушыңыз, көмекшіңіз, ақылшыңыз, өміріңіздің жалғасы, үмітіңіз, бауыр етіңіз. Яғни бала деген, яғни сіз үшін кім екен? Өміріңіздің жалғасы екен. Біз әрқашанда баламызды мадақтап, мақтап отыруды ұмытпайық, құрметті ата-аналар. Жүректен шыққан жылы сөздер. Әрқашанда баламызға жақсы сөздер айтайық. Жаман жағын ешқашан айтпайық. Тек жақсы сөздерді айтсақ, баламыз бізді әрқашанда құрметтейді. Яғни, ғалымдардың айтуынша, баланың таңертеңгі ұйқыдан қандай көңіл күймен тұруы бүкіл бір күндік көңіл күйіне әсер етеді екен. Сіздер балаларыңызды таңертең қалай оятасыздар? Бала ата-ананың үміті, өмірінің жалғасы. Баламның табанына кірген шөңке менің маңдайыма кірсін, деп перзенттің әлпештеп өсірген ата-ананың жатса тұрса тілейтіні, баласының алдыңғы қатарлы азамат болып өскені. Ендеше, сіз балаңыздың бойында қандай қасиеттерді көргіңіз келеді? Ата-ананың жеке басының әсері балаға күн сәулесімен бірдей. Мұны басқа ешбір нәрсемен ауыстыру мүмкін емес. Құрметті ата-аналар, сіздерден баладан жүрек жылуын аямай, балаға бір сәт болса да бала көзімен қараңыз дей отырып, бүгінгі тренингке қатысқандарыңыз үшін көп рахмет айтамыз.